Орманның ішіне жеттім. Жүрегім шығып кете жаздады. Үлкен кісі болатын яғы. Менен 3-4 жас үлкен, салмағы да үлкенірек болатын. Әбден кішкене тынысымызды, демімізді алғаннан кейін, қатты терледі де есін жинады. Сонда маған айтқан бірінші сөзі: Құрмантай, мен қайда жатырмын? Орманның ішінде жатырсың деді. Менің адъютантым қайда? Менің қорғаушым қайда? Сенің қорғаушың сені осындай қиыншылықта тастап, өзінің басын саудалап, өзі кетті. Кім алып шықты деді мені. Мен алып шықтым деді. Еңбектеп келіп, менің аяғымнан ұстап, құшақтап: Құрмантай, бұл өмірде тірі жүрсем, әке-шешемді ұмытайын, сені ұмытпаймын.